Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тойымды Гүл ханымның рецептімен бөлісемін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін қараңыздар. Енді тамағымыздың ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін біздерге асқабақ, яғни пияз, азғантай фарш керек болады. Ана асқабақтың орнына сіздер картошка қоссаңыздар да болады. Асқабақты үккіштен немесе блендерден өткізсеңіздер де болады. Мен блендер арқылы өткіздім. Енді үш қоспамызды біріктіреміз. Менде мына жерде фарш бар. Енді осыны да қосамыз. Үйіңізде фарш болмаса да осылай асқабақпен істей берсеңіздер жеткілікті. Енді тұзымызды аз мөлшерде қант салдым, және де қара бұрышымызды қосып жақсылап араластырамыз. Ішіндегі салмасын дайындадық. Енді қамырын илейміз. Менде мына жерде ыдысымда тұз бар. 2 ас қасықтай. Енді осыны тұзымызды ерітіп, үстіне жұмыртқа салып, ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр етіп илеп аламыз. Гүл ханым тамағын қонақ келген кезде немесе мерекелік күндерде дастарханыңызға солай етіп пісіріп қойсаңыздар өте күшті, және де келген қонақтарыңызға мінсіз ұнайды. Сіздер де солай пісіріп көріңіздер. Қамырымыз дайын, илеп алдық. Енді 20 минутқа демалдырып қоямыз. Мен 20 минут өткеннен кейін жаңа қамырымызды 2 солаға бөліп қойдым. Сол кезде жайылуда оңай, және де жаңағыдай түйген кездеріңізге өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді бір қамырымызды алып, қолымыздың көмегімен жақсылап жұқартамыз. Сонан соң барып, оқтауымыздың көмегімен өте жұқайтып жайып аламыз. Қамырымызды жұқайтып жайып алдық. Енді осы қалғанын видеодағыдай етіп жасайсыздар. Ең бірінші біздер қамырымыздың 2 шетін осылай кесіп аламыз. Мен негізінде өте жалпақтау етіп кесіп жіберіппін, ал сіздер бұдан жіңішкелеу етіп кессеңіздер де болады. Сол кезде әдемі сүйкімді болып шығады. Мен қамырымды дайындамас бұрын ең бірінші мантоварканы дайындап қоямын. Суымды қайнатып, листтарына май жағып қоямын. Сол кезде уақытымызды да үнемдейміз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Енді сіздерге тағы қайталап көрсетемін. Әр қамырымызға осылай май жағып, үстіне дайын болған фаршымызды салып, жақсылап розаға ұқсатып түйістер. Енді дайын болған қамырларымызды мантоваркамыздың листтарына қойып шығамыз. Бұл көп уақыт алмайды, асып кетсе 30 минутта пісіп шығады. Тамағымыз дайын болды, өте әдемі болып шықты. Сіздер де осылай пісіріп көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.